Видео бастамастан бұрын Джонни Кезет деген ананы ұсынгым келіп тұр. Бұл арнада да өте күшті деген видеолар шығады. Активі өте жоғары десек те болады, және осы канал 100 подписчикке жеткізді тезірек. Джонни Кезет анасының ссылкасы описаниеде болады. Сәлем достар, видео басталмастан бұрын подписаться дегенді басып, сосын колокольчикті бізге қойсаңыздар, біздің видеоларымызды үзбей көре аласыздар. Достар, бүгін қарапайым Майнкрафтты жалғастыратын боламыз. Өзіміздің үйіміздің аумағын өзгерткен болатынбыз, мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Ал ендеше үйді обзор жасайық. Міне біз достар үйдің алдына осындай тастармен жаптық, жердің орнына осындай бидайлар ектік, тростниктер ектік. Мына жаққа да бидай ектік, мына жақта судың көлдің жағасына еп қойдық. Енді біз қазір үйімізге барып тауықтар қарайтын боламыз. Ойбу, тауықтар деген не деген көп болып. Қане көрейік, жұмыртқаларын шығарып байлықтан шығарайық. Ойбу, мынаған қараңдар достар. Не деген көп болып кеткен, қарам, ужас. Балапан шықты. Екіншісін қарайық. О, балапан шығып жатыр көбірек. Мен тағадасын қарайық. О, көп балапан шығып жатыр. Достар, сіздер байқағаныңыздай осындай текстура жазып алдық біз Майнкрафтқа. Әдемі көрінетін осындай текстура жазып алдық. Достар, сіздерге енді үйді көрсетейік. Мінекей текстура осында әдемі болып көрінеді. Мінекей екінші этажын осындай қылып жасадық. Мінекей мына жақта балкон бар. Табиғатты тамашалауға болады. Көрініс әдемі болады да мынандай. Үшінші этаж бар және мінекей үшінші этажға кеттік. Мінекей осында жатамыз біз. Төсектер екі төсек бар. Осы жақтан да көріністі тамашалауға болады. Көргендеріңізде мынандай күшті болып көрінеді. Достар, сіздерге қазір үйден шығып, үйдің айналасын көрсетіп берейін. Міне жақта. Міне осындай қылып соқтық. Әдемі болып тұрады осында достар. Үйдің айналасын бәрін осындаймен қоршап шықтық. Мінекей. Осы жаққа қазір егін егетін боламыз. Қазір жер өзіне не жасап алайық, ширек жасап алайық. Сосын вечный источник воды жасап алайық. Достар, біз қазір семенне жинаймыз. Мінекей. Енді егін егетін жерді дайындаймыз. Сыртын қоршалап, мотыгамен орынды дайындап егетін жерді. Мінекей достар, егіп бастап жатырмыз егіндерді.
осылай жайлап мінекей осылай егеміз енді әрбірін. Достар, енді біз егін жерімізді қоршап шығайық. Мобтар бұзып кетпеу үшін, қорғау үшін осы жерде. Достар, енді қарапайым Майнкрафттың үшінші бөлімі осымен аяқталды. Осы видеоға 30 лайк немесе 40 лайк жинап тастайық. Содан соң шығады келесі бөлімі. Видеоны көргендеріңізге рахмет. Қош сау болыңыздар.